Сиыр сөзі қайдан шыққан? Екінші бөлім. Осы күнде қой мен ешкінің бақайшығының арасында без бар. Өйткені олар шабан болғандықтан үркерді табанымен баса алмапты. Ал сиырдың бақайшығының арасында без жоқ, май бар. Бұл майды үркер сыйға сыйлап бақайшығының арасынан сытылып шығып кетіпті. Сол тұста жылқының жүйріктігі сиырға жетпейді екен де жүн деп аталады екен. Сиыр үркерден айырылып қалғаннан кейін қалғандары «Шіркін, дөңгелек тұяқ жылқы басса айырылмас екен» деп армандап сиырмен жауласыпты. «Жүйрік болмай қалғыр, саныңнан тартылғыр, береке тапқыр. Жазда оқырадан, қыста сықырдан көзіңді ашпағыр» деп бәрі жабылып сиырды қарғапты. Қарғыс алған сиыр ендігі жерде «Мың күнгі оқырамнан бір күнгі сықырым артық» деп кете беріпті. Сонымен бара-бара шабандапты. Енді өсіп-өрбіп көбейіп келе жатса, қарасан деген ауру тиіп қырылып, сипай деген ауру тиіп сыпырып тұратын болыпты. Жаз болса оқыра қуып терісін шұруқ-шұруқ тесіпті де, қыс болса мүйізден таң атқанша тыным таппай сықырлатып жүретін болыпты. Сиыр үркерді табанмен басып тұрамын деп, одан айырылып қалған жазасына алдына жан салмайтын жүйріктігінен, жануарлар арасындағы абыройынан, тыныш та рахат тұрмысынан, өзара береке бірлігінен бір-ақ айырылыпты. Бұл ғана емес, аты да өзгеріпті. Сиырдың бұрынғы аты әсілі Үт екен. Сиыр деген ат оның қыста таң атқанша жатпай, қарды сықырлатып жүретіндігіне қарай сықыр деген сөзден шығыпты. Қарғыс тиіп сиыр жүйріктер қатарынан қалғаннан кейін түліктердің тілегі орындалып, олардың ең жүйрігі жылқы болыпты. Сонымен оның бұрынғы жүн деген аты қалып, жүйріктердің атасы деген мағынадағы жылқы аталыпты. Жылқы осы мәртебеге ілінгеннен кейін «Мен де сиырша сасық аталып жүрмейін» деп өз төлдерін тазалыққа, ширақылыққа баулыпты. Сөйтіп кейінгі жылқы ұрпақтары түліктерден алған мәртебесіне сай олардың үмітін ақтап, шірік шөп жемейтін, лай су ішпейтін болыпты.